Сәлем достар, сіздермен топ 10. Әлемдегі ең бай топ 3 қайыршы кімдер? Бүгін осы жайлы айтатын боламын. Алдымен каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, мені қолдай отырыңыздар. Миллионерлердің қалай бай болғаны жайлы көптеген оқиғалармен таныс шығарсыздар. Алайда қайыршы болып жүрген, баспанасы жоқ адамдардың байлыққа қалай жеткені жайлы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Халил Рафати бұл кісі әлемдегі ең бай қайыршы адамдардың бірі. Ол 2013 жылы 33 жасында Лос-Анджелес көшелерінде қайыр тілеп жүрген. Оның кокаинге әбден тәуел болғаны соншалық денесінің бәрін жаралар басып кеткен. Ол бірнеше рет есірткіні тастауға бел буады, бірақ үнемі күші жетпей қалатын. Бір жолы ол шамадан тыс пайдаланып, ес-түссіз құлап, емханада біраз емделуге мәжбүр болады. Сол кезде бай болуды армандаған ол өз өмірін өзгерту керек деген шешімге келеді. Аптасына 7 күн 24 сағат жұмыс істеп, өзінің досымен жиналған ақшаға жеке шырын өндіріс компаниясын ашады. Қазіргі таңда оның компаниясы жылына $6 миллион табыс әкеледі, ал қол астында 200 жұмыскері бар. Топ екілікте Курт Дегерман 30 жылдан астам уақыт бойы қайыр сұрап келген швед азаматы. Курт Дегерман өмірінің соңына дейін $1,400,000 ақш жинаған. Bir қарағанда оның басқа қайыршы адамдардан айырмашылығы жоқ сияқты. Ол қоқыста табылған фастфудтың қалдықтарымен тамақтанып, сол жерден киінген. Ұзақ уақыт бойы ол сыра және басқа сусындардың бөтелкелерін жинаумен айналысқан. Бірақ басқа қайыршыларға қарағанда ол жинаған ақшасын алкоголь мен есірткіге емес, Швецияның үздік компанияларының акцияларын инвестиция жасап отырған. 2008 жылы 60 жасында қайтыс болған Курт Дегерман бүкіл әлемді таң қалдырды. Ол акция және басқа бағалы қағаздар ретінде 8 миллион крон қалдырғаны анықталды, ал есепшотында $300,000 ақш табылды. Дегерманның отбасы мүшелерінің айтуынша, бала кезінде ол өте қабілетті болған. Дегенмен жеке дағдарыстың салдарынан Дегерман қоғамның астыңғы сатысына кетуге шешім қабылдаған. Ал топ 3-тікке Леонид Коновалов кіреді. 63 жастағы Сібір қайыршысы 20 жыл бойы қоқыста өмір сүрген. Енді бөтелке жинаумен айналыспайды. Дағдарыс есебінен ресейліктер алкогольдік ішімдіктерді көп мөлшерде іше бастады. Бұл жағдай ол үшін көмегін тигізді. Ол күніне 2000 бөтелкеден тапсырып, біраз уақыттан кейін алтын өлі бар сомаға қол жеткізді. Бұрынғы өмірінде ол әскери адам және тау-кен инженері болған. 90-шы жылдары ешкімге инженерлер қажет болмаған кезде Леонид өмірдің түбіне түсуге шешім қабылдады.